Сәлем достар, менің есімім Салтанат. Бүгін сіздермен бірге жұмсақ өте дәмді карусандар пісіретін боламыз. Ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып аламыз. Үстіне қантымызды салып, жылы сүт, ашытқымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп жатып, арасына сұйық майды құйып илейміз. Ал тестамыз дайын, енді оны орап, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Арада уақытымыз өтті, қамырымыз ашып шықты. Енді қамырымызды бөлшектерге бөліп аламыз. Енді қамырларымызды думалақтап ыдысымызға теріп аламыз. Үстін жауып, кішкене демалтыратын боламыз қамырымызды. Ал енді біртіндеп қамырларымызды жайып шығамыз. Экрандағыдай үлкендікте жайып, ыдысымызға қамырымызды қойып, үстіне үй температурасында еріген сармайымызды жағып шығамыз. Барлығын осылай етіп, барлық қамырларды жайып, дәл осылай жасайтын боламыз. Ал міне соңғы қамырымызды қойдық. Бұның үстіне майымыз жақпаймыз. Пакетпен орап, холодильникке кішкене 1 сағатқа қатыратын боламыз. Ал міне қамырымызды холодильниктен алдық. Қатты болып тұр. Енді бұны жаямыз, жұқалау етіп. Міне қамырымыз дайын. Енді ортасынан бөліктерге кесетін боламыз.
Менде тестам өте үлкен болды. Одан менен қамырларды көп бөлікке бөлдім мен. Дәл осылай етіп, рогалькиларды орап шығатын боламыз. Қаласаңыздар ішіне варенье, сгущенка салып орауға болады. Қалаларыңызша. Ал міне рогалькиларымыз дайын. Енді бұны бетін жауып, кішкене демалдырамыз. Енді үстіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, 180 градуста 35 минутқа духовкада пісіріп алатын боламыз. Ал міне рогалькиларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді, қатпарлы. Үйде жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын, жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жақын күндерде менің каналымнан сникерс тортының рецептімен бөлісетін боламын. Күтіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойсаңыздар, біріншілерден болып көретін боласыздар.